Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен ұнды қажет етпейтін пирогтың бір рецептімен таныстырамын. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірлерінен ажыратып аламыз. Ал енді жұмыртқаның сарысының үстіне 100 грамм қант салып, миксерлеп аламыз. Ал енді жұмыртқамыздың көлемі ұлғайғаннан кейін 60 грамм крахмал қосамыз. Массамызды кішкене миксерлеп болған соң үстіне 400 грамм йогурт қосамыз. Және де тағы да бір рет миксерлеп аламыз. Ал енді жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосып, лимон соғын қосып миксерлеп аламыз. Массамыз әбден ағарғанша миксерлейсіздер. Ал енді ванилин қосып, силикон таяқшасымен екі массаны біріктіріп араластырамыз. Ал енді 22 сантиметрлік диаметрлі форманы алып, оны астына фольга төсеп, үстіне пергамент қағазын жайып, массамызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған 160 градус пеште 35 минут пісіріп аламыз. Пирог піскен бойда пешіңізден алмаңыз, өйткені пирог басылып қалуы мүмкін. Піскеннен кейін 5-10 минут пешіңізде сақтап, пирогты сосын барып алыңыз. Сол кезде пирогыңыз өз формасын сақтайды. Достар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте жеңіл, топ рецепт деп айтсақ та болады, өйткені құрамында ұн жоқ. Достар, егер рецептім ұнаса, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.